Қазақстан халқына қоғамдық қоры биыл 4-ші рет ұлттық қайырымдылық конференциясын өткізгелі отыр. Осы маңызды шара аясында біз журналистермен бірге 14 облыста, 19 қалада және 14 ауылда нысандарды аралап шықтық. Фонд Казахстан халқына – это благотворительные проекты, которые меняют жизнь в каждом регионе Казахстана. Мы посетили 55 проектов, созданных и поддержанных фондом. 175 журналистов приняли участие в наших пресс-турах, и мы представили им результаты нашего труда. Более миллиона казахстанцев смогли изменить свою жизнь благодаря благотворительной поддержке. В Алматы более 30 детей получили шанс на полноценную жизнь. Все благодаря новому центру раннего вмешательства. Казахстан халқына подарил реабилитационное оборудование для детей области Абай на сумму 135 миллионов тенге. Казахстан халқына қоры Алматы облысында 2022 жылдан бері жалпы құны 10 миллиард 600 миллион теңге қаржы берген. Қазақстан халқына қоғамдық қорының баспасөз туры өтті. Қазақстан халқына қоғамдық қорының өңірлік баспасөз туры. Қазақстан халқына қоғамдық қоры 33 жобаны жүзеге асыруда, оның басым бөлігі білім және медицина саласына бағытталып отыр. За 3 года фонд Казахстан халқына оказал благотворительную помощь жителям области Улытау более чем на 3 миллиарда тенге. Казахстан халқына қоғамдық қоры кейінгі 3 жылда Абай облысына 10 миллиард тенге бөлді. Хотелось бы выразить благодарность фонду Казахстан халқына за реализацию таких масштабных социальных проектов. Узнали много интересного. Я впервые узнал, что есть такие реабилитационные центры. Бүгінгі пресс-тур өте қызықты болды. Ұйымдастырушыларға көп алғыс айтамыз. Және Қазақстан халқының өрлеп, өркендеуіне, өсуіне өз үлестеріңізді қоса беруге тілектеспіз. С таким вниманием к нашим детям, уверен, все это только начало. Главные победы Казахстана впереди. И вот как раз в том числе благодаря такому замечательному фонду, как Казахстан халқына. То, что есть у нас в стране, не выезжая куда-то, на самом деле это огромный плюс для каждого гражданина нашей страны. Я не знал, что благодаря фонду наши медицинские учреждения, наши гуманитарные учреждения, где помогают детям, больным, приобрели такое оборудование, которое нет порой за рубежом. Надо говорить больше о хорошем, и тогда мы еще быстрее будем идти в светлое будущее. Только вперед. Всем желаю здоровья, главное, не болейте. Алға Казахстан. Қазақстан халқына қорына көп рахмет. Осындай пресс-тур ұйымдастырып, бізге көп мәлімет берген үшін. Өзімнен алған әсерім өте күшті. Қызылорда қаласында осындай нысандардың дамып жатқанына қатты қуаныштымын. Оған Қазақстан халқына қорының қатысы бар екені одан да қатты қуантады. Сіздерге үлкен рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.